Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah'a maqtava payg'ambarimizga salawatlar bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala barchamizning kunalarimizda jarılqab, qiyomat kuni yuzlarimizda jarq etgan bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda bulay deydi: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Олар қашанда арсыздық істейтін болса, немесе өздеріне зұлымдық етсе, соңынан Алла субхану ва тааланы естеріне алып, Алла тағаладан жарылқау тілейді. Күнәларды Алладан басқа кім жарылқайды? Иә, пенде болған екен баршамыз қателесеміз. Нәпсіге ерік беріп кейде күнә істеп қоямыз. Күнәсі тек қана пайғамбарлар. Міне осы күнә себепті адамдар бақытсыздыққа, қасіретке ұшырап жатады. Егер пенде бір күнә істейтін болса, жүрегіне бір қара дақ түседі. Егер де күнәні бірнеше рет жасайтын болса, онда жүрегіндегі қара дақтар көбейіп, соңынан қатайып қалады. Одан кейін ол қалай ізгі амал істемек? Күнә ол жүректің дерттері. Бізден бұрынғы өткен пайғамбарлардың үмметі Алланың қаһарына ұшырап, осы күнәлары себепті қасіретке ұшырап жатты. Мәселен, Нұх пайғамбарының қауымына назар салайық. Олар Алланың пайғамбарының әміріне қарсы келіп, топан суға тап болды. Лут пайғамбардың қауымы Алла субхану ва тааланың әміріне, пайғамбарларына қарсы келіп, сондай ұсқын істері себепті, күнәлары себепті тас боранның астында қалды. Ендеше осы қасіреттен құтылу үшін, осындай бақытсыздықтан шығу үшін Алла субхану ва таала біздерге деген мейірімдігінен тәубе және истигфар нәсіп етті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзі күнәдан пәк болса да, өзінің үмметіне сабақ ретінде мен күніне Алла субхану ва таалаға 70-тен немесе 100-ден астам тәубе етіп истигфар айтамын деді. Өйткені истигфар айтудың өзіндік бір пайдасы бар. Истигфар айтқан адам кедейлікке ұшырамайды. Истигфар айтқан адам қайғысынан айырылады. Истигфар айтқан адам таршылықтан шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің мүбарак хадисінде кімде-кім көбірек истигфар айтатын болса, Алла субхану ва таала оның қайғысын кетіріп, таршылықтан шығарып, ойламаған жерден рызыққа бөлеп қояды деді. Хасан Басриға бір топ адам келіп: "Ей Хасан, жаңбыр жаумай кетті, жер құрғап кетті, не істейміз?" дегенде истигфар айтыңдар деді. Бір кісі келіп: "Ей Хасан, кедейлікке тап болдым, не істеймін?" дегенде истигфар айт деді. Тағы біреу келіп: "Ей Хасан, әйелім көтермей жатыр, ұрпағым жоқ" дегенде истигфар айт деді. Сонда оның жанындағы адамдар: "Ей Хасан, сен бұлардың барлығына бір ғана жауапты, яғни истигфар айт деп айттың ғой. Енді осының мәнісі не деп сұрағанда, ол Алла субхану ва тааланың мына аятын оқып береді: "Фақулту стағфиру раббакум иннаху кана ғаффара юрсилис самаа алейкум мидрара ва юмдидкум би амвали ва банина ва ядж'ал лакум джаннатин ва ядж'ал лакум анхара." Нұх пайғамбар өз қауымдарына: Алладан жарылқау тілеңдер, истигфар айтыңдар. Алла субхану ва таала ол жарылқаушы. Егер де сендер истигфар айтатын болсаңдар, Алла субхану ва таала сендерге аспаннан мол жаңбыр жаудырады. Сендерді малдармен, балалармен қамдайды, және сендерге бақшалар жасап, өзендер ағызады. Міне осы аятты оқымайсыңдар ма деген екен. Сондай-ақ истигфар айтқан қауымға Алла субхану ва тааланың пәлекеті келмейді. Олар сол истигфар себепті осы пәлекеттен аманда болады. Алла субхану ва таала ол жерінде Құран Кәрімде: "Ва кана Аллаху лиюъаззибахум ва анта фихим, ва кана Аллаху муъаззибахум ва хум ястагфирун." Сен солардың араларында болғанда, деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға Алла субхану ва таала осы аятты айтады. Сен олардың араларында болғанда Алла субхану ва тааланың сендерге азабы түспейді. Сондай-ақ олар Аллаға истигфар айтатын болса,
оларға Алланың азабы келмейді. Ибн Аббас осы аяттың тәпсірінде біздің арамызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жүрді. Алланың пәлекеті келмеді. Пайғамбарымыз Алланың рахметіне кеткенде оның артынан тек қана адамдардың истиғфар деген сөзі қалды. Міне сол арқылы олар осы азаптан аманда болады деді. Сондықтан да үнемі тіліміз истиғфар кәлимасында болуды Алла субхану ва тағала нәсіп етсін. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.